Жыл басынан бері облыста 313 отбасылық тұрмыстық сипаттағы қылмыстық құқық бұзушылық орын алған. Оның ішінде кісі өліммен аяқталған қайғылы жағдайларда кездеседі. Облыстық прокуратураның бастамасымен өткен семинар кеңесте аталған мәселелер жан-жақты талқыланды. Қадағалаушы орган ұсынған дерекке сүйенсек, соңғы жылдары елімізде отбасылық зорлық-зомбылық белең алып отыр. Мәселен, былтыр қызылордалық тұрғын өз әйелін өлтіріп, оған сот 12 жыл түрме жазасын кесті. Облыстық прокуратура кейбір қылмыстық істерді тергеуде кемшіліктер кетіп жатқанын айтады. Мәселен, тергеу кезінде тыңғылықты талдау жүргізілмейді. Жанама дәлелдемелер жинақталмайды және криминалистік мүмкіндіктер толық жинақталмайды дейді прокуратура өкілі. Кейбір тергеу органдары басшылығының тарапынан бағыт-бағдар мен нұсқау бермейтін көрсетті. Кейбір істердің тыңдауын жүргізгенде байқалады, тергеу басшылығы істерді мүлдем білмейді, әдістемелік көмек көрсетпейді, істі оқымайды. Осының салдары азаматтық іс ретінде қаралатын даулардың қылмыс ретінде бағалануға жеткізуде. Семинар кеңесте азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғау, экологиялық қылмыстың алдын алу және электрондық форматта аяқталған істерді сотта қарау, мемлекеттік айыпты қолдауды жетілдіру жайы кеңінен сөз болды.